Bismillahirrahmanirrahim. Bizim imamımız kim? Biz kimden qay mazhabdamiz? Bizim imamımız kim? İmam Azam Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi. İslam bo'lma? İmam Azam degan islam bo'lma? İmam Azam Abu Hanifa degan. Bizim mazhabımız İmam Azam Abu Hanifa mazhabındamiz, tushundingmi? Hanafi mazhabındamiz. So'zimni hikoyasi bo'lgan, o'qiyasi bo'lgan. İmam Azam degan kishimiz İmam Azam akasi Sabit degan kishi bo'lganda, Sabit degan kishi bir kuni arq joyida daraxtda o'tirgan ekan. Arq joyida, sut joyida daraxtda o'tirgan ekan, bir alma sut aqib kelayotgan ekan. Tushundingmi? Alma sut aqib kelayotgan ekan. Almani ko'rib qiziqib ketdi, almani olib tishib jeb qo'ydi. Bir tishib jeb qo'ydi. Сөйтті, дұрыс демеді ғой, мынау біреудің алмасын ұрсыз жеп қойды ғой деген. Сөйтеді да жаңағы су ағып жатқан су бар ғой, ағып су қарсы болған жүгіреді, ағып жатқан суға қарсы. Жаңағы артқа қарай. Деп жүгіреді. Бір кезде бір үлкен бауға жолығып қалады, алма бауына. Алма бауына жолығып қалады да, алма бауына жолығып қалады, ішіне кіреді. Ішіне кіргеннен кейін, ішіне кірсе бір қария кісі отырған, үлкен ақсақалы бар, қария кісі отырған, үлкен ақсақалы отырған да. Атадан сұрапты. Ата депті, мына алма сіздікі ме депті. Атадан сұрап екен. Сонда жаңа айтқан екен. Ата айтты, я мен депті. Сонда айтты, мына алмаңызды ұрсыз жеп қойдым депті. Сәбит деген кісі айтты, имам Азам әкесі. Осы алмаңызды ұрсыз жеп қойдым. Енді мен кешіріңізші, маған разы болыңызшы, мен кешіріңізші дейді ғой. Сонда жаңа ата айтты, менің ата ішінен ойлапты, мына ішінен ойлағанда, мына адам тегін адам емес екен. Тақуа адам екен, діндар тақуа адам екен, ешкім ақыс жемейді адам екен деп ойлапты. Сөйтіп айтыпты жаңағы бала кімге, Сәбит деген кісіге айтыпты. Менің осындай үш шартым бар депті. Менің шартым бар депті да. Сол шартымды орындасаң, сені кешірем депті жаңағы айтыпты. Сәбит деген кісіге айтыпты. Сосын айтыпты, мен айтқан шартыңыз депті. Сонда айтыпты, ата айтыпты, жаңағы Сәбит деген кісіге. Осы бауда маған бір алманы тістеп жеп қойған үшін мен осы бауда маған бір жыл бойы қызмет істейсің деп тегін депті. Сосын ана Сәбит деген мақұл депті. Сосын не yaptı? Сосын айтты, менің бір қызым бар депті. Көзі көрмейді, мылқау сөйлей алмайды, құлағы естімейді, аяғы жүре алмайды, аяғымен, қолы шолақ, қол не алмайды, кемтар. Сондай қызым бар деген. Мүгедек қызым бар депті. Соған үйленесің депті жаңағы Сәбит деген кісіге. Сонда жаңағы Сәбит деген кісі не yaptı? Менің тағдырымда осы болса, мен осыған разы боламын ішінен ойлапты. Мен тағдырымда осы сонда қызға үйлену жазылған болса, кемтар мүгедек қызға үйлену жазылған болса, көнем аман жоқ деп жаңағы ішінен ойлапты. Мақұл депті атаға. Мақұл сіз айтқаныңыз істеймін. Қызыңыз аман депті. Соның бір жыл қызмет істейді тегін жаңағы баудың ішінде атаға жаңағы алма баудың егесі атаға. Bir yıl uақыт өткеннен кейін жаңағы бір күні қызды көрсетті ата жаңағы Сәбит деген кісіге атасы. Көрсе жаңағы қыз ондай қыз емес, өте сұлу әдемі қыз екен. Көзі, аяқ қолы бүкіл дене мүшесі сау екен. Ешқандай кемістігі жоқ, мүгедек емес әдемі қыз екен да. Сонда Сәбит деген кісі айтыпты жаңағы атаға. Ата депті, маған айтқан қызыңыз бұндай емес ғой депті. Құлағы естімейді, көзі көрмейді, соқыр, мылқау сөйлей алмайды, аяғы жүре алмайды, аяғы ақсақ, қолы шолақ деп айтып едіңіз ғой дейді. Ондай қыз емес ғой дейді да. Сонда атасы айтты жаңағы, ата айтыпты. Бұл не қызымның көзі көрмейді дегені жаман нәрсе сыртқа шығып, үйден шығып, сыртқа шығып, жаман нәрсе көрмеу депті. Ауыз мылқау дегенім жаман сөз, күнәлі сөз айтпаған депті. Аяғы ақсақ деген жүре алмайды дегенім жаман күнәлі істерге сыртқа шығып, үйден шығып, сыртқа шығып, жаман күнәлі істерге бармаған деген деп айтты. Қолы шолақ деген жаман күнәлі істерді қолымен істемеген деп айтты. Сөйтіп сол жерде жаңағы имам Азам ата қызға Сәбит деген кісіге қызын береді, соған үйленеді. Сөйтіп содан біздің имамымыз жаңағы имам Азам Абу Ханифа туылған екен. Сөйтіп туылған екен. Имам Азам бір күні жаңағы сол заманда бір не болған екен. Атеист адам болған екен. Атеист деген білесіздер ме? Құдайға сенбейтін адам атеист болады. Кәпір адам болған екен, атеист адам. Құдайға сенбейді екен. Сол ислам ғалымдарымен, мұсылман ғалымдарымен бұл айтысып жүреді екен. Сөйтіп бір Бағдат деген
Qala kepti. Kufa degan qala. Kufa degan qala kepti. Сөйтіп сол жерде жаңағы ислам ғалымдарына айтыспақшы болды жаңағы кафирдан, атеисттерден. Сонда ислам ғалымы бір ғалым айтты, біздің осында бір жас ғалымыз бар депті. Кішкентай жас ғалымыз бар. Соны айтысып, соны жеңсеңіз, біз сені айтсамыз деп. Соны жаңағы атеист адам, кафир адам мақұл депті. Қай жерде айтсамыз депті. Осы пәлен деген жерде, осындай үйде, осындай неде адамдар жиналып, сен сол жерге барасың, жаңағы ғалымды, жас ғалымды шақырамыз, сол жерге келеді, сосын бірге жолығып айтысасыңдар деген. Содан жаңағы барлық адамдар жиналады, жаңағы атеист қытайғансын мен кәпір адамдар келіп сол жерге отырады. Bir kez жаңағы жас ғалым жігіт, жас бала кешігіп келеді. Біраз уақыттан кейін кешігіп келеді. Келе сап жаңағы атеист адам құдайғансын мен тиісіп жас ғалымға. Неге кешіктің, қорықтың ба дейді жаңағы. Жоқ, қорыққан жоқпын дейді. Онда неге кешіктің дейді ғой. Сөйтсе айтады, мен Дайджира деген өзім бар, соны арғы бетінде тұрамын депті. Содан келіп өтейін десем өте алмадым, өзімнен дариядан өте алмадым. Bir kez аспаннан бүйтіп тақтай балға шеге ұшып келді дейді да. Ұшып келді, өзі бүйтіп өзіне жаңағы қайық жасап қалды дейді. Қайық жасап қалды, қайық мініп алды да жаңағы дарияны жүзіп өтіп сөйтіп кешіп қалды деген. Сонда жаңағы адам айтыпты, атеист адам. Ей ақымақ депті. Өзіне қайық жасадық депті. Өзіне қайық тақтай балға шеге ұшып келіп өзіне бүйтіп құрастырып өзіне ауада бүйтіп қайықпен жаңағы қайық қалай жасалады депті. Мүмкін емес қой депті. Өтірік сен айтып депті. Сонда имам Азам жаңағы айтыпты, Абу Ханифа, сіз өтіріксіз депті. Сонда бір қайықтың өзіне жасалғанын сенбейсіз депті. Мына 18 мың ғалам шегі жоқ, ғалам 18 мың ғалам дүние, осы дүние 18 мың ғалам қалай жаралғаны, өзін-өзі жаралғаны, өзін-өзі бар болғаны қалай сенесіз депті. Сонда жаңағы атеист айтты, мен байқатпай ұстадым сөзін депті. Мен байқатпай ұстадым, енді мен саған жаңағы бір-екі сұрақ қоямын депті. Екі сұрақ қоямын, соған жауап берсең болды, мен сені жеңіліп деген. Сонда жаңағы атеист адам мынандай жоғарыда тұр екен да, мінбер жоғары трибуна дейді орысша. Сонда жоғарыға шығып бүйтіп сөйлеп тұрған екен да, имам Азам төменде тұрған екен. Жаңағы жас ғалым болған имам Азам. Сөйтіп айтты, сіз жаңа трибунадан мінберден төмен қарай түсіңізші депті. Төмен қарай түсіпті. Түскеннен кейін өзі орнына имам Азам рахматуллахи жас ғалым орнына шығыпты. Сөйтіп айтыпты, ал қазір Аллах Тағала Құдай депті, сіз сияқты күнәһар пендесін төмен түсіріп, мен сияқты құлды жоғары шығарып депті. Міне сізден мен жоғары шығып кеттім деп айтқан екен. Тағы да сөзі жеңіліпті жаңағы атеист адам. Міне осындай Аллах Тағала қазір Құдай ол жеріне істеп тұр деген. Тағы сөзі жеңіліпті. Енді тағы бір сұрақ қойып депті. Мақұл қойыңыз депті жаңағы атеист айтқанда жаңағы ғалымға. Тағы бір сұрақ қойып, соған жауап берсем болды депті. Осы Құдай бар дейсің, Құдайыма көрсетші депті. Мақұл көрсетіп түсіндірем ғой депті. Сол жерде адамдарға айтады, бір шыны тіспен андай көріп тұрады, шыны тіс болған банк сияқты. Банк болды ма? Сондай банк сияқты тіспен стакандар етті. Стакандар етті, әкеліпті жаңағы бір адам. Осы сүт ұстап тұрып айтыпты. Осы айран, құрт, ірімшікті, сары майды қаяқтан алады депті. Ана атеист сұрағанда жас ғалым алды. Имам Азам рахматуллахи. Айтты, атеист адам айтты, осыны сүттен алды депті. Енді маған осы сүттің арасынан, сүттің ішінен дәл қазір маған айран, сүт, ірімшік, сары май, құртты көрсетіп берші депті. Көрсетіп беріңізші депті. Ана адам атеист адам жоқ көрсетіп бермеймін, бірақ мына сүттің ішіне осы қазір құрт, айран, сары май, ірімшік, құрт бәрі осы ішінде бар депті қазір. Ондай болса мен де сізге Құдайды қайдан көрсетіп бермеймін депті. Мына құрт, ірімшік, сары май мына сүттің ішінде қалай бар болса Құдайда бар депті сізде. Тура сондай бар депті. Бірақ мен сізге көрсетіп бермеймін. Тура мына сүттің ішіндегі айран, құрт, сары май, ірімшік көрсетіп бермеген сияқты менде Құдай бар, бірақ көрсетіп бермеймін көзіңіз депті. Сөйтіп жаңағы ана атеист адам сөзден жеңіліп, жаңағы адамның имам Азамның сөзден жеңіліп, сол жерде иман келимасын айтып, ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулух деп иман келтіріп, мұсылман болған, исламды қабылдаған. Қызық болды ма? İmam Azam деген аты қалыпты. İmam Azam деген мағынасын білесіздер ме? İmam Azam деген мағынасын білесіздер ме? İmam Azam деген сөздің мағынасы имамдар имамы, ең ұлық имам деген мағына береді. Түсіндіңіздер ме? Сонда анасы айтыпты. Егер әкесі сәбит, жаңағы ең дұрыс айтып тұр ғой, судан апарып қалған жеп қойып тұр ғой. Егер әкесі сәбит, ол İmam Azam әкесі сәбит,
алманы тістеп жеп қоймағанда имам азам 6 емес 5 жасында имам азам деген атақты алатын еді деп айтқан. Сол біреудің кішкентай ақысын жеген өзінде сол 1 жылға 2 жылға кешікті деп айтқан. Имам азам деген атақты алуға кешікті деп айтқан. Осындай болған екен. Болды.